тестімізді кішкене көріктетіп жасау үшін тесттің сұрағына немесе жауап варианттарының тұсына суреттерді қоюымызға болады. Мысалға мен бүгінгі алғашқы сұрағымыздың мазмұнын ұйқастырып, сұрақтың тұсына Әл-Фарабидің суретін орналастырғым келеді. Ол үшін мұнда добавить картинку деген нүкте пайда болады. Андай. Осы нүктені басайық. Одан кейін ұсынылған терезедегі обзорға кіріп, өзімізге қажетті суретті тауып аламыз. Немесе оны осы интернеттен тауып, немесе камераға бірден түсіп, құрастырып қоюларыңызға болады. Суретті орналастырардан бұрын ол суретті дайындап алуымыз керек. Мысалға мен осы жұмысты бастардың алдында біраз сұрақтар құрастырып қойдым. Жобасын. Осы жерде Әл-Фарабидің суреті бар. Мысалға сізде осындай жағдай кездесуі мүмкін. Сізде белгілі бір құжаттарыңыздың ішінде сізге қажет сурет орналасқан. Мысалға менде әзір сурет Word'та тұр. Немесе тағы бір программаларда болуы мүмкін. Осы жерден суретті копировать етіп алыңыздар. Копировать. Енді барлықтарыңызға таныс өте қарапайым программа бар. Paint деп аталатын. Осы Paint программасын ашайын. Paint программасының терезесі барлықтарыңызға таныс. Осы жерде вставить деп айтады. Сурет орналасты. Енді мына бос қалған ақ қағаздың артық ауданын суреттің астына бүйтіп жасырып тастаңыздар. Сонда сіздің тек қана суретіңіз қалады, басқа артық аймақтар көрінбей тұратын болады. Өстіп суретті реттеп алған соң суретімізді сақтаймыз. Суретті қаласаңыздар өздеріңіз бір нақты папка құрастырып, сол папкаға сақтап отырыңыздар. Ал егер папкаға сақтамасаңыздар, ол суретті басқа программалармен жұмыс істеген жағдайда тез тауып алу үшін жұмыс үстеліне уақытша сақтап тұрсаңыздар болады. Файлдың аты Яссауи. Енді Paint программасы өзінің жұмыстарының бәрін PNG деген форматта сақтайды, яғни суреттің графикалық файлдың форматы. Бізге JPEG форматында сақтаған тиімді болады. JPEG форматында сақтаған файлдың көлемі өте шағын болады, және сапаларда суреттің сапасы да ешқандай бүлінбейді. Сол үшін ұмытпай файлдың форматын JPEG үлгісінде сақтауға тырысыңыздар. Менің суретім Яссауи JPEG деп сақталынатын болады. Ол сурет және жұмыс үстелінде орналасады. Сақтайды. Суретім дайын. Енді бағанағы тапсырманың ішіне қояйық. Обзор кіреміз. Менде әзір өзде жұмыс үстелі ашылып тұр. Осы файлдардың тізімінен өзіме керек файлды іздеймін. Осындай сұхбат терезелері ашылған кезде сіздің файлдарыңыз, папкаларыңыз алфавиттік тәртіп бойынша тізімге орналасып тұратын болады. Өзіңізге қажетті файлды, папканы тез табу үшін сол алфавиттегі орналасу ретімен іздеңіз. Бұл жерде санмен басылған файлдар алдында тұрады. Одан кейін ағылшынша сақталған файлдар тұрады. Одан кейін орыс тілінде сақталған файлдар тұрады. Кириллицамен. Енді мен Яссауи деп сақтағандықтан я әрбі ол әрине ең соңында тұр. Ашам. Әзір файлым жүктеліп жатыр. Жүктеп болған соң орналастырады. Файл орналасты. Мына қосымша пайдаланылған нүктелер арқылы суретіміздің тест бетінде орналасуын, көлемін және өшіріп тастау сияқты қосымша әрекеттер орындауға болады. Біз суретті ортаға орналастырайық. Суреттің бетіне басып, көлемін кішкене үлкейтіп, кішірейтіп өзгертулеріңізге де болады. Міне осындай ұсынылатын болады. Бірінші тапсырмамыз толығымен дайын. Дәл өстіп, жауап варианттарына, мысалға формулаларды, немесе нақты бір кейіпкерлерді, нақты бір тұлғаларды, суреттерін орналастырғыңыз келсе, дәл осы добавить картинку құралы нүктесі арқылы атқарсаңыз болады. Енді келесі тапсырмаға өтейік.
добавить вопрос деймін. Маған екінші тесттің екінші сұрағы басталды. Енді бұл бізде один из списка біз көрдік. Енді несколько из списка нүктесін таңдайық. Бұл жағдайда да бірнеше үлгі болады. Енді байқаған болсаңыздар, несколько из списка таңдаған кезде белгілеу нүктесі төртбұрыш формада ұсынылды. Ал один из списка дөңгелек үлгіде ұсынылды. Ертең осы жұмысты тапсырған кезде бала да осыны ескеріп үйрену керек. Мынандай жағдайда дұрыс жауап біреу ғана болады. Ал мына жағдайда демек бірнеше дұрыс жауап үлгілері бар деген сөз. Мен бағанағы Word программасында дайындап қойған сұрақтар үлгісін табайын. Мысалы мен 3 бәйтеректі қоям сұраққа. Бала жаңылу үшін, кішкене ойланып табу үшін жауапты 5 арысты да қосып тастаймыз осы жауап варианттарына. Мынандай сұрақ қояйын. 3 бәйтерек көрсетіп берсін. Енді жазамыз.